Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен біз мынадай тақырыпты қарастырмақпыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай тік төртбұрыш берілген ABCD деген. Және ABCD тік төртбұрышында AB деген қабырғаны, AB деген векторды. Бұл жерде ең маңызды дүние вектордың бағытын шатыстырмау. Яғни AB векторын біз A дедік. Яғни ұшы V-да жатыр. Ал AD векторын біз V дедік. Яғни бұл жерден бір нәрсені бірден анықтап алғанымыз жөн. Егерде AD-ға тең векторды көрсетсе, біз VC векторын айтамыз. Себебі тең векторлардың анықтамасы бойынша олардың бағыттары бірдей болу керек және ұзындықтары тең болады. Демек, мынара VC-мыз AD-ға тең вектор. Енді бізге айтады ең бірінші есеп осы. Қазір біз қарастырып отыратын боламыз. Ең бірінші мына DT деген векторды осы A мен V-лар арқылы өрнектеледі бүкіл. Демек, енді қарап отырсақ, DT бұл AB-ның DT мынардағы DT. Ол мына DC деген вектормен AB вектор тең болғандықтан AB-ның жартысына тең дедік та, ал DC мына AB-ға тең болғандықтан біз оны A бөлінген 2 деп жаздық. Міне, сонымен векторына тең екенін көрсеттік. Енді келесі мысал SC деген векторы табыңыз. SC деген вектор. Міне, бұл жерден біз қазір ең бірінші қандай қатынасты екенін жазып кетейік. Міне, VS-тің SC-ға қатынасы тең болады 2-ның 3-ке қатынасындай. Яғни міне, VC бойында жатқан VS-тің SC-ға қатынасы 2-ның 3-ке қатынасындай. Демек, біз бұл қатынас арқылы мына SC-ны табу үшін мына бөлікті тауып аламыз. Бұл бөлікті есептеудің ең оңай жолы мынау 2 бөлік, мынау 3 бөліктен болып тұрғандықтан мынау толығымен 5 бөлік деген сөз. 5 бөлік болса, мысалы біз толығымен бұл векторды мысалы V дейтін болсақ, онда ше мына жер VS-іміз ол 5 бөліктің 2 бөлігі, яғни 5-тен 2 болады мына VS деген жеріміз. Ал S-іміз ол сол 5 бөліктің 3 бөлігі болады. Демек, мына S-ны біз басқаша айтқан кезде V-ның 5-тен 3 бөлігі деп айта аламыз. Міне, 5-тен 3 V болады. Демек, біздің мақсатымыз сол бұл векторлардың барлығын осы кішкентай A және кішкентай V векторлар арқылы өрнектеу. Келесі бізге енді келесі мысал OT векторын табу. OT векторын табу үшін өздеріңіз көріп тұрған ол V векторының жартысы болады. Міне, мынаның тура жартысы. Ал енді SO-ны табу үшін біз S-ны SO-мен қосамыз. Міне, SO дегеніміз ол S-ның SO-мен қосындысы. Сол кезде бізде 5-тен 3 V және де 5-тен 3 V-ға мынаны қосу керек болады. Ол үшін біз SO-ны тауып алу. Ол SO дегеніміз АЦ, мынарды көрмей қалды. АЦ-ның азайтылған A плюс V-ның жартысы. Демек, қазір кішірейтіп көрсетем, міне. Сонымен SO-мыз мынаған тең болды. 10-нан 1 V минус 2-ден 1 A. 10-нан 1 V минус 2-ден 1. Енді AS-ті табу керек. AS-ті табу үшін мына векторға мына векторды қосыңыз. Өздеріңіз бұл A, мынау болса бағанағы 5-тен 2 V болатығын. VS дегеніміз ол 5-тен 2 V. Енді алтыншы есеп қарап отырсаңыздар, S-тіні тап дейді. S-ті деген вектор ол мына S мен S-тінің қосындысы. Демек, S-тіні қосамыз. S-ті дегеніміз ол мына A векторіне қарсы вектордың жартысы. Сондықтан A векторіне қарсы вектор ол минус A болады. Минус A-ны 2-ке бөлу деген сөз. Сонымен міне, S-ті ол дегеніміз 5-тен 3 V, мына бір S-іміз ол минус A бөлінген 2. Міне осылай. Демек, біз сіздермен қазір векторлардың берген тік төртбұрышты кішкентай векторлармен сипаттауды көрсеттік. Яғни мына жер кішкентай A болды, мына жер кішкентай V. Сол кішкентай A арқылы жаңағы берілген DT, SC, AS деген векторларды сипаттап шықтық. Рахмет.